Менің құрметті көрермендерім, біз жастықты бітірдік. Енді біз мына подлокотнигін, шынтақтауыштарын және де диванымыздың жапқышын, кресломыздың екі жапқышының айналасын көктеп шығамыз, қыздар, мына жерін. Ол үшін мен мынандай сатин алдым. Мінекей. Бұл сатиннен менде ені 150 екен. Бұл сатиннің ені 150. Былайынан 50 және 30 ба 80 сантиметр алдым. Почти 1 метр алдым да. Содан, қыздар, мына 4 метр қылып сызып алдым. 4 сантиметрден сызып алдым, мінекей. Содан кейін барып, өтектеп, осындай косой бика жасап алдым, қыздар. Мінекей. Екі жағын қайырып отырып, өтектеп, енді мінекей тігетін кезімізде, қазір мен мастер-классымда көрсетемін. Былай қоя отырып, мынаны ашып, мына өтектелген сызық тұр ғой, соның үстімен жүреміз. Содан кейін бұл тігілген соң, астына қайырып, тағы бір рет тігеміз. Сол кезде әдемі болады. Мінекей менің стёганый велюрым ақшыл серебристый, мынауды сәл ақшылдау серый-лауын алдым. Сәл темный-лау қылып алдым. Айналасында әдемі окантовка болып тұрсын депті. Енді қарасаңыздар, мінекей. Былайынан тіктім, жаңа айтқанымдай. Бір подлокотникті көрсетейін сіздерге. Мінекей. 4 жағында осылай тіктім, қыздар, Көрдіңіздер ма? 4 пішті қылып тігіп тастадым. Енді осыны былай қайырып жібереміз да, өтек басылған, өзі қайырылған, заводской болып, как будто өзі сондай екен сияқты қайтарып енді мына жағынан тігеміз. Сол кезде мына жағы былайынан әдемі болып тұрады. Окантовкасы осындай болады, қыздар. Осылай қайырып тігіп аламыз. Содан кейін тігіп болған соң, енді бұған қанша полосочка кетті дейсіздер ғой, мынандай сатиннен. Мен жаңа оны есептедім. Оны былай есептейміз, мінекей. Бір подлокотнигімізге 85-ке 55 размері. Енді осы жерде мен не істедім? Мінекей, қараңыздар. Бір подлокотникке 3 метр 80 сантиметр кететкен. Шамамен 4 метр кететкен. Енді оны 6-ға көбейтсек, ең бірінші подлокотнигімізді да, мына бәрі тікбұрышты ғой, пішіндеріміз білесіздер, дивандығымыздың үстіндегі жапқышы да, кресломыздың үстіндегі жапқышымыз да 60-ға 150, 182-ге 150, мынауымыз подлокотнигіміз, шынтақтауышымыз 55-ке 82, бірақ біз 54 қып алдық, нақ қылып қиып алу үшін, ол басында көрсетілген. Сол сияқты тек қана бәрін мына айналасын тігуді көрсету үшін, енді әр қайсын тігілгенін көрсеткен, ол сіздер жалығып кетесіздер. Онан қайта бұл мастер-класста бір подлокотник, мына шынтақтауыштың айналасын қалай көктегенімді көрсетейін. Қалай көктеп бастаймыз? Ең ұзын жағынан бастаймыз, қыздар, мына ұзындығынан. Содан кейін барып бір рет угол қайтарғанымды көрсетемін. Содан екінші жағын былайынан тіккенімді көрсетіп, стразой тіккенімді көрсетіп, мастер-классымның жаңа нәтижесімен бөліссемше. Соның өзі сіздерге тамшыдай болса да пайдалы болсын деген ниетте, Алланың разылығы үшін осы мастер-классымды түсіріп отырмын. Соңына дейін көріп, бағалап кетіңіздер, достарым. Лайктарыңызды аямаңыздар, және де комментарияға сұрақтарыңызды қысылмай қоя беріңіздер. Мен жауап беруге тырысамын. Ал мінекей мен лентамды қойып алдым, сәл артықтау қылып, өйткені мен өтек басымнан қайырылған жағымды беттестіремін. Мінекей теңестіріп аламын да, лапканы дәл сол өтек басылған, қайырылған із тұр ғой, мынау қыры түскен ізіне қоя отырып, зырылдатып тігіп аламын. Мінекей, қыздар, біз мына жағына бетіп тігіп алдық. Мына өтектің қырының үстімен. Енді астын тігеміз. Мұқият қарап отырыңыздар.
кішкене сабырлықты талап етеді. Әрбір бұрышында тоқтап, әдемілеп бүктеп салу үшін. Осылай қойып аласыздар да 0,1 шоппен шетінен тігіп кете бересіздер. Мінекей, құрметті көрермендер, біз енді астын тігіп жатырмыз. Дивандығымыздың, мынаны қараңыздар, қандай керемет шов болды. Мынау 0,1 деген шов болып аталады. Міне бұрышы. Мінекей, қараңыздар. Енді экраннан алыстамаңыздар. Ендігі мастер-классымызда қазір стразы тігіп көреміз мына жерге. Енді керемет болып көрінеді енді. Ал құрметті достар, біз енді подлокотниктің жан жағына мінекей 2 қатар стразымызды қиып алып тігіп жатырық. Енді мына 3 подлокотнигімізді 10 қол қылып тіктік. Міне үшеу, мына жақтан 10 қол қылып тіктік. Мінекей, п қылып. Мына жағына тігілмейді, өйткені мына жағы матрасын астына тығылып тұрады. Міне бұл баратты. Бұлайынан диванымызға жабылған кезінде стразысы шетке қарап тұрады. Шетке шығып тұрады, мына жағы кіріп тұрады. Сол үшін мына жағына тікпейміз. Енді бұл байқап атсаңыздар, мынау сол қол жақ. Диванның сол жағына төселеді. Сол шынтағына төселеді. Шынтақтауыш. Енді саспай, дәл осындай 6 болу керек қой. Дәл осындай үшеуін 10 қолына тігеміз. 10 қолына тігеміз. Достар, енді 10 қолға тігілу үшін міне ворсына қараймыз. Ворсты былай қарау керек, кәдімгідей ұзыннан жату керек. Енді былай қарап кетеміз. Мына жағы сол қолды былайынан тіксек, енді 10 қолды керісінше былай қарап кетеміз. Енді былайынан пығылып тігеміз. Түсіндіре алдым ба? Қаз дайын болған кезінде тағы бірге 10 қолмен сол қол жақтың подлокотниктерін түсіріп, қайтадан бір түсіндіріп жіберем. Соған мән бере отырып тігесіздер. Мінекей, осы жерде осы лайфхакты пайдалануларыңыз керек. Сасқан үйрек артымен жүзеді деп, бәрін бір жағынан қаратып қоймаңыздар. Ол кезде ворсты теріс қарайды, бір подлокотнигіңіз 10 болып тұрады, бір подлокотнигіңіз темный болады. Екеуі екі түрлі болып қалады. Сол үшін айтып жатырмын, қыздар. Углын шығару үшін, қыздар, мына жерден бітірдік па, соған мінекей былайынан үстіне қойып жіберіп, кішкене артықтау қылып алып, лавкамыздың астына қоямыз. Құрметті достар, біз мінекей ақырғы сәттеріне келдік. Подлокотниктерді жақсылап стразыйын тіктік. Енді мынау біздің 60-қа 150 біздің жаңағы кресламыздың жапқышы, диванның жапқышының бүкіл 4 жағында осылай сәндейміз, қыздар. 4 жағында. Оны енді ворсына қарап етіп отырмаймыз. Сол үшін қалай біз тігеміз енді? Мінекей. Мынау окантовкасымен өз велюры, осы велюрға түсіреміз, қыздар. Міне. Мінекей, біздің подлокотниктеріміз дайын болды, қыздар. Міне 3 подлокотник оң жақа, 3 подлокотник сол жақа. Міне ворстымен бірдей болып тұр. Көрдіңіздер ме? Мінекей. Ал егерде бұлай болғанда, енді қараңыздар. Егерде бұлай тігілгенде, мінекей. Көрдіңіздер ме? 2 түс болар еді. Екеуі 2 түрлі болатын еді. Сол үшін ворсына мән бересіздер. Мына жағына тігіліп қойғанда, мынау екеуі 2 түрлі түс беріп тұратын еді. Жаман болып көрініп қалатын еді, қыздар. Сол үшін мінекей
саспай асықпай осылай қылып көріп алсаңыздар, міне бірдей болып тұр, екі жағынан бірдей қылып төселеді енді, алла қаласа. Ал енді бізде енді диванды жапқыштың айналасын тігіп шығамыз қазір. Ворсына қалай тоже ворс былай қарап, төбеден астыға қарап жүретіндей қыламыз. И креслоның жапқышы қалды. Жастықтарымыз дайын.